халық шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдарын талдап қана қоймай, соларға ұқсатып жасау баланың шығармашылық жұмысқа, ұлттық өнерге деген сүйіспеншілігін арттырады, әдемі заттар жасауға талпындырады. 10 саусағынан өнері тамған шебер бала тәрбиелеу үшін баланың жан дүниесін өнердің алуан түрімен байыту қажет. Осы орайда қолөнер үйірмесі баланың бойындағы қабілетін ашып, ізденіске жетелейді. Үйірмеде балалар су-моншақ тоқып үйрене отырып, моншақпен бұйымдарды кестелеу, алқа, білезік, тұмарша және басқа да сәндік қолданбалы заттар жасайды. Тоқыма өнерін білу арқылы тоқудың сан түрлі әдісін үйрене отырып, тұрмыста қажетті заттар тоқиды. Сонымен бірге қазақтың ұлттық ою-өрнектерін танып білумен қатар, оның үлгісін жасап қиып, түрлі бұйымдарға жапсырмалауды, жиектеп кестелеп тігуді, ою-өрнекті түрлі құрақ заттар жасауды үйренеді. Жуппен жұмыс жасау технологиясын үйрене отырып, түрлі көркемдік заттар, ойыншықтар жасай үйренеді. Ал фетрадан әшекей бұйымдарды жасаудың жаңа тәсілдерін үйрене отырып, алқа, сәнді киімдер, жұмсақ ойыншықтар, сөмкелер, үшті картиналарды өз қолдарымен жасайды. Жас өрен, ұлттық дәстүріміз бен өнерімізді бойларыңа сіңіргілерің келсе, көптің игілігіне айналатын түрлі сәндік қолданбалы заттарды өз қолыңмен жасап үйренгің келсе, өз шеберлігіңді шыңдағың келсе, Тасбөгет кентінде орналасқан оқушылар мен жасөспірімдер үйіндегі қолөнер үйірмесіне қатысуға шақырамыз.